20 ғасырда мұсылмандардың саны әлемде 5 есеге өсті. Бірде-бір дін, барлық діндерде азаю, кему бар. А мұсылмандар бір ғасырда 5 есеге өсті. Мұсылмандардың әсер ететін территориясы 3 есеге өсті бір ғасырда. Енді тек бұл осындай көрсеткіштер болса, негізгі көрсеткіш мынау мемлекеттердің ішкі өнімі деп сонымен баға беріледі, мемлекеттің күштілігіне, өсуіне, өркендеуіне. Ішкі өнім соңғы 50 жылда мұсылман елдерінде 3 есе өсті. Ең үлкен нәрсе Алла тағаланың құдіретіменен әлемдегі жаратылған барлық байлықтың 70% мұсылман елдеріне орналасқан. Міне осы мұсылмандардың осындай күші, қуаты, келешегі, жарқын болашағы әлемдегі барлық діндерді, басқаларды бейтарап қалдыра алмай отыр. Қазіргі исламға тағылып атқан барлық мынау айыптар, кінәлар, жағылып атқан күйелер барлығы со қызғаныштан, көре алмаушылықтан, исламның келешегінен әлгі қорыққан бұрынжылдықтайды дейді ғой. Келешегінен қорыққандардың ойдан шығарып атқан қиялдары, кінәлар. Бұның барлығы дұрыс емес. Бұл ислам деген өте бейбітшіліктің, адалдықтың, әділдіктің, туырлықтың, ғылымның, ілімнің, мәдениеттің, өркениеттің барлығы да осы исламда. Бұрын Канаданың бір ғалым дәрігері, Кук деген ғалым, Сауд Арабиясының королін барып емдейді. Сол бірнеше жыл сонда жатады, сонда соған айтады, сен ақыры жатсың ғой, мына Құранды оқысайшы деп. Сол Құранды оқып, еліне барғаннан кейін тез арада эмбриология ғылымында әлемде теңдесі жоқ жаңалық ашып Нобель сыйлығын алыпты. Сонда сіз бұны қалай аштыңыз дегенде, мен егер Құранды бұдан 20 жыл бұрын оқығанымда 20 жыл бұрын Нобель сыйлығын алған болар ем деген екен. Міне бұл ислам деген ғылым, білім, барлық құндылықтың барлығы осы исламда, осы Құранда жатыр. Біздің барлық ғылыми жаңалықтарымыздың барлығының негізі бұдан 13-14 ғасыр ғылымда, Құранда шешіліп қойған мәселелер.